Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасуша тірі ағзалардың құрылымдық негізгі өлшемділігі, прокариот және эукариот жасушаларының құрылысы. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаты эукариот және прокариот жасушаларының құрылысын салыстыру. Келесі кезекте жасуша типтеріне назар аударайық. Жасуша типтері прокариоттар және эукариоттар болып екі топқа бөлінеді. Прокариот жасушалар эволюция барысында алғаш рет пайда болған жасуша болып табылады. Прокариот жасушасында бактерия жатады, яғни бактерия жасушасында ядро жоқ, тек қабықшасы мен цитоплазмасы ғана болады. Сондықтан оларды прокариоттар, яғни ядросы қалыптаспаған деп атайды. Келесі кезекте прокариот жасушасының құрылысына тоқталып өтейік. Яғни бұл жерде суреттен көріп тұрғандарыңыздай талшықтар, цитоплазма, плазмалық мембрана және сақиналы ДНК болады құрылысында. Прокариот жасуша плазмалық мембранамен жабылған. Оның сыртында жасуша қабырғасы көбінесе шырышты қабықша болып келеді. Қабықша бактерия жасушасын қорғайды. Прокариот жасушасында міндетті түрде ұсақ рибосомалар кездеседі. Тұқым қуалау процесінде жауапты бір сақиналы ДНК молекуласы цитоплазмасында болады. Келесіде жасушаның құрылысы, бұл жерде эукариотты жасушалар берілген. Эукариоттар құрамында ядросы бар ағзалар. Ядро және басқа құрылымдары жасушада цитоплазмасында болады, және олар органоидтер деп аталады. Барлық органоидтер белгілі бір қызмет атқарады. Яғни бұл жерде суретте санаулы жасушасы және өсімдік жасушасы берілген. Келесі кезекте жасушаның құрылысы салыстырмалы түрде берілген. Бұл жерде бұлар эукариотты жасушалар, яғни өсімдік жасушасы және жануар жасушасы көрсетілген. Бұл жерде яғни жаңағы айтып кеткен органоидтер бар, және әр органоид өзі белгілі бір қызметін атқарады. Келесіде жасушаның маңызды бөлігі ядроға тоқталайық. Ядро цитоплазмадан санаулы бар екі мембрана арқылы бөлінген органоид болып табылады. Суреттемен көрсетілген. Ядроның ортасында ядрошық кездеседі. Ядрошықтан басқа ядроның құрамында ядрошығына кариоплазма және хромосомалар болады. Хромосомаларда нәруыздардың құрылысы туралы тұқым қуалаушылық ақпараты сақталады. Барлық жасушалар сыртқы мембранамен жабылған. Бірақ санаулықтар мен өсімдіктерде және бактерияларда мембранадан басқа сыртында жасуша қабырғасы кездеседі. Бұл жасуша қабырғасы жасушаға берікті қасиет беріп, пішінін сақтап тұрады. Санаулықтардың жасуша қабырғасы хитинді заттан тұрады. Ал өсімдіктерде целлулозадан, ал сәйкесінше бактерияларда мурин затынан тұрады. Келесі кезекте өсімдік жасушасының маңызды компоненттерінің бірі бұл пластидтер. Пластидтер тек өсімдік жасушасында кездесетін органоидтер болып табылады. Олардың үш типі болады. Хлоропласттарда жасыл пигмент, хлорофилл болады. Яғни бұл хлоропласттар өсімдіктің жасыл мүшелері жапырақ және сабағында кездеседі. Бұл хлорофилл фотосинтез үдерісін жүзеге асырады. Келесі пластидтердің бір түрі бұл лейкопласттар. Лейкопласттар ақ немесе түссіз пластидтер болып табылады. Олар крахмалда қоректі заттарды қорғай жинайды. Лейкопласттар көбінесе өсімдіктің пиязшығында, ченеуінде кездеседі. Келесі пластидтердің келесі бір түрі бұл хромопласттар. Яғни бұлар қызыл-сары түстер береді және қоректік затты қорғай жинайды. Мысалы, сәбізде және қызылшада. Сонымен қатар зиянды заттарды да қорғай жинайды. Мысалы, күзге түскен жапырақтар. Сонымен қатар хромопласттар гүлдердің күлтелеріне түрлі түсті түс беріп, бунақ денелерді өздеріне жәндіктерді еліктіреді. Пластидтер балалар, яғни осы үш пластидтер бір-біріне айналуы мүмкін. Келесі кезекте жасушаның маңызды органоидтерінің бірі митохондриялар. Митохондриялар эукариотты жасушаларда болады. Негізгі қызметі жасушаның энергетикалық станциясы, яғни органикалық заттардан оттек әсерінен су мен көміршіл газы түзіледі, ал бөлінген энергия АТФ молекуласы түрінде қорға жиналады. Келесі кезекте рибосомалар. Рибосомалар жасуша маңызды органоидтерінің бірі, олар нәру синтезін жүзеге асыруға қатысады. Келесі Golgi жиынтығы. Бұл органоид заттардың жасуша ішілік тасымалының, майлар мен көмірсуларының модификациясы мен синтезін, лизосомалардың түзілуін жүзеге асырады.
Ол ядроның қасында қуыстар мен цистерналар түрінде ретті орналасқан органоид. Бұл Golgi жиынтығының үнемі көпіршіктер бөлініп тұрады. Көпіршіктердің бір бөлігі келесі кезекте лизосомаға айналады. Келесі органоидқа назар аударайық. Бұл бізде лизосома болып табылады. Ол аскортул вакуольдері, аскортул ферменттеріне толы мембрана көпіршіктері. Олар зиянды немесе қоректі заттарды ыдыратады, өзін өзі қорытуды, автолизді жүзеге асырады. Мысалы, жаңағы кесірткенің құйрығының үзілуі. Келесі кезекте эндоплазмалық тор. Эндоплазмалық тор цитоплазманың ішінде мембрана түтікшелері. Тегіс эндоплазмалық тор майлар мен көмірсулардың синтезін, ал бұдыр эндоплазмалық тор рибосомалар бар, яғни күрделі нәрлі зат биосинтезін жүзеге асырады. Барлық эндоплазмалық тор Golgi жиынтығымен бірге заттардың жасуша ішілік тасымалына қатысады. Келесі кезекте сіздердің назарларыңызға тапсырма ұсынылады. Тапсырмада кесте берілген эукариоттар және прокариоттар. Яғни сіздерге осы берілген сөздерді сәйкесінше бөліп тасымалдап жазу беріледі. Енді осы тапсырманың жауаптарына назар аударсақ, эукариоттар ядросы бар, саңырауқұлақтар, гликоген, басқа да органоидтер бар және нағыз вакуолі болады. Ал прокариоттарда ядросы жоқ, көкжасыл балдырлар, бактериялар, сақиналы ДНК және шырышты қабығы болады. Келесі кезекте прокариоттар мен эукариоттардың айырмашылығы ұсынылған. Кестеден көріп отырғандарыңыздай ядро мембранасы болмайды және болады. Хромосомасы біреу бірнеше, бөліну түрі бинарлы және миотикалық. Сонымен қатар жасуша қабырғасы пептидогликаннан түзіледі прокариоттарда, ал эукариоттарда хитин мен целлулозадан тұрады. Жасуша қабырғалардың стероидтары прокариоттарда болмайды, ал эукариоттарда болады. Анаэробты тыныс алу прокариоттарда мүмкін, яғни оттексіз ортада тіршілік ете береді, ал эукариот жасушада көбінесе анаэробты тыныс алу болмайды. Тағы да келесі кезекте прокариоттар мен эукариоттардың айырмашылықтары берілген. Яғни бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай айқындалған ядросы болмайды деген басты айырмашылық және айқындалған ядросы болады. Эукариоттарда ядролық ДНК хромосомаларда сақталады. Ал прокариоттарда тұқымқуалаушылық ақпарат нуклеотид құрайтын ДНК молекуласы арқылы беріледі. Бактериялар және көкжасыл балдырлар жатады. Ал эукариоттарға саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлар жатады. Келесі кезекте сурет берілген тапсырма ретінде өсімдік жасушасының құрылысы, яғни сіздер сурет арқылы осы берілген құрылымдардың атауларын сәйкес әріптердің тұсына жазып шығуларыңыз керек. Енді осы тапсырманың жауабына назар аударсақ, яғни бұл жерде өсімдік жасушасының құрылысы берілген, А әрпімен жасуша қабықшасы көрсетілген, В микротүтікшелер, С ядро шырына, Д ядро шық, Е рибосомалар, ЭПТ, яғни эндоплазмалық тор. И әрпімен лизосома берілген, К хлоропласт, митохондрия, Л вакуоль, жасуша қабырғасы, М әрпімен және H Golgi жиынтығы органоиды берілген. Келесі кезекте тапсырмада құрметті оқушылар сіздерге кесте беріледі. Кестеде жасуша органоидтары және прокариоттар мен эукариоттар берілген. Яғни сіздерге осы органоидтарды прокариоттар мен эукариоттарда бар ма, жоқ па сәйкесінше жазып шығу керек. Яғни осы берілген тапсырманы орындарыңыздар жауаптармен салыстырыңыздар. Келесі кезекте үй тапсырмасына кесте толтырып беріледі. Яғни бұл жерде жасуша бөліктері, қызметі және прокариот, эукариот жасушаларында бар, жоқ екені жазылады. Яғни бұл жерде айта кететін жасуша бөліктерінің жасуша мембранасы, генетикалық материал, ядро, эндоплазмалық тор, Golgi аппараты, жасуша қабырғасы, митохондрия және вакуоль берілген. Сонымен құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, яғни бұл сабақта біз
эукариот және прокариот жасушалардың құрылысымен таныстық. Яғни прокариот жасушалар көбінесе эволюция барысында ең алғаш пайда болған және бұлар ядросыз ағзалар болып табылады. Яғни бұлардың денесінде жасушасында цитоплазмасы болады және жасуша қабығы шырышты затпен қапталған. Ал эукариоттар туралы жаңа өттік. Эукариоттарға саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар жатқызылады және бұлардың жасуша құрылысы өте күрделі болып келеді. Сонымен қатар эукариоттарға өсімдіктер жатады. Өсімдіктердің жасушасында арнайы құрылымдар болады, тек қана осы ағзаларға тән. Және жануарлардың жасушасында өсімдіктерде болмайтын органеллдар кездеседі. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.